Кішкентай ханзада бірінші бөлім. Бірде 6 жастағы кезінде жабайы орман туралы бастан кешкен оқиғалар деп аталатын кітаптан ғажайып бір сурет көрдім. Суретте айдаһар жылан арыстанды бүтіндей жұтып жатты. Сол суреттің көшірмесі мынадай. Кітапта былай деп жазылған: айдаһар жыландар жемтігін шайнамай бүтіндей жұтады. Содан кейін олар 6 ай бойы қозғалмастан тамағын қорытады екен. Сол сәтте менің джунгли оқиғалары жайлы ойларым сан-саққа жүгірді. Мен қолыма түрлі түсті қарындаш алып, тұңғыш суретімді сала бастадым. Менің нөмірі 1 суретінің пішіні былай еді. Мен бұл өнер туындысын ересек кісілерге көрсеттім де, олардан суретім қорқыныш тудырады ма деп сұрадым. Олар қалпақ та қорқынышты болады ма екен десті. Ал менің салғаным қалпақ емес еді. Ол пілді қорқытып жатқан айдаһар